Он жыл бұрын Ай мен планеталарды зерттеудің жаңа дәуірі басталды. LRO Ай барлау орбитері Айға жіберілді. Ол 7 ғылыми аспаппен жабдықталған. Айды 40 мың рет айналып шығып, шамамен жарты миллиард километр жол жүрген ол НАСАның барлық басқа планеталық миссияларын қосқандағыдан көп мәлімет жинады. Айдағы 10 жыл жұмыс LRO-ны тарихтағы ең ұзақ Ай миссиясы атандырды. Жаңалық пен табысқа толы 10 жыл. Аполлолар қонған орынның жаңа кескіндері, күн жүйесіндегі ең суық жерді өлшеу, бергі және арғы бетті картаға түсіру, Ай сілкінуі мен беткейлердің байланысын анықтау, Ай бетінің композитті картасын жасау, жаңа соққы кратерлерін ашу, шыққан жынысты зерделеу, Ай рельефін талдау арқылы еңістер картасын жасау, тұрақты күншуақ пен көлеңке аймақтарды іздеу, радиацияны өлшеу мен қорғағыш заттарды сынау, оңтүстік полюстегі су мұзын табу, Айдан Марсқа жобасына жол салу.